қазір қоғамда осы туралы көп сұрақ қойылады. Енді бұл салада қазір мен айтқым келеді, көбірек енелер кішкене ақылдылық жолды ұстану керек. Өйткені қазір жалпы өзім тәжірибемде көргенім, көп қыз бала болсын, ұл бала болсын, отбасылық өмірге дайын емес. Болды, бала өсті, үйлендіру керек дейді. Қыз баланың бойы өсті, тұрмысқа беру керек дейді. Бірақ олардың жан дүниесінде екеуі де дайын емес. Екеуі де әрбір ойыншық ойнап жүрген балалар секілді. Кеттік, мегаға барамын десең, кеттік деп кете береді екеуі де. Демек не істеу керек? Әр нәрсенің шешімі бар. Жаңағы ене деп тұрған анасы ғой, баланың анасы. Сол ана оны жаңағыдай сынауды деген нәрсені алып тастау керек. Мен көрейін, бұл не істей алады? Жаңағыдай үлкен қалың мал сұрағанға лайықты ма қызы, көрейін деген сынды алып тастау керек. Қалай болғанда да оның өзінің қызындай. Жаңағыдай айтады ғой, жаманшылық жасырып, жақсылығын асырап, Құдай қаласа осы жас қызды мен бәлпештеп, өзімнің отбасыма сіңіп кетуіне көмектесемін. Өйткені енесі өмір көрген кісі ғой, тәжірибе жетеді ол кісіде. Сол тәжірибелі кісілерге көбірек бұл жерде салмақ түседі. Қазіргі біздің заманымызда. Өткен заманымызда әрине ол кезде басқа еді тәрбие. Ол кезде қыз балаларды, ұл бала кішкене кезден тәрбиеленеді отбасылық өмірге. Ал қазіргі күнімізде олай емес қой. Сол себепті егер ене мен келін екеуі сыйыспай жатса, қазіргі күнде мен айтар едім, енелер кінәлі. Қазіргі күнде көбірек сын енеге айтылады. Қалай болғанда сіз кішкене жарет ете салмадыңыз ба? Кішкене көріп тұрсаңыз да көрмеген сияқты бола салмадыңыз ба? Уақыт бермейсіз ба кішкене? Кішкене бір 5 жыл ғой. 5 жыл кішкене сабыр етсеңіз, сол қыз бала сіңетін еді ғой сіздерге.